Сәлем, бұл қымбат костюмдегі адамның есі Стэн Минтон. Ол табысты риэлтор. Айлакер қауіпті аймақта тұруға шеберлікпен шабыттандыратын егде жастағы әйелді Американда кварталға тағы ірі жылжымайтын мүлік мәмілесін жасауды дайындалуда. Шабыт алған кемпір құжаттарға қол қоюға міндеттенген бойда полиция қызметкерлері айлакердің кеңсесіне басып кіреді. Олар Стэнді алаяқтықпен айыптап, оның қолына кісен салды. Бірақ бұл жағымсыз көріністің өзі ақылды саудагердің жұмыстан тоқтата алмайды. Ал қарт клиент қажетті құжаттарға қолтаңбасын қояды. Адал емес риэлторды қандай жаза күтіп тұр, және ол заң алдында жауап беруге мәжбүр болғанда, оның өмірлік құндылықтары қалай өзгеретінін алдағы минуттарда көресіздер. Стэн өзінің керемет кеңсесінен тікелей сот отырысына барады. Онда қазылар алқасының төрағасы Ферман ханым кенеттен ақымақ танытып отқан риэлторға кінәлі үкімді жариялайды. Тағдырдың күтпеген бұрылысына ашуланған Стэн адвокатын 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жазадан құтылу үшін судьяға пара беруге шақырады. Адал заңгер мұны істеуден бас тартады. Ал Стэн бірден өзіне басқа қорғаушы табады. Лю Поппер онымен бірге үкімге келеді. Жемқор адвокат судья Перриге пара бере алды. Алайда Стэнли Итон түрмеден 6 айға жеңілдік алады. Ол түрмеге бәрібір түсетін болды. Ал Поппер сотталушыға әділдік заңын түсіндіреді. Что надувая людей, однажды придется сесть в тюрьму. Стэн мен оның әйелі Синди мейрамханада кешкі асқа барады. Ер адам түрмедегі тағамды жемес бұрын мүмкіндігінше дәмді тағамның дәмін татқысы келіп, қуырылған стейк кесектерін аузына асығыс тығып жатады. Ал көңілі түскен Синди сүйікті күйеуін 3 жыл бойы сағынып қалмас үшін не істеу керектігі туралы әңгімені бастайды. Бойжеткен Стэннен балалы болуды өтінеді. Ол болса баланың сәнді сарайдағы бос өміріне кедергі келтіретініне сенімді болып, одан ойланбастан бас тартады. Бұл сөзге ренжіген Сэнди көз жасын төгіп қашып кетеді де, Стэнді жалғыз стейктерін жеуге қалдырады. Жарқын болашақтың келешегі сынған соң, Стэн жергілікті барға барады. Онда ішіп алған батыр, қолында түрмедегі татуировкасы бар күшті байкермен әңгіме бастайды. Бұрынғы тұтқын кейіпкерге темір тордың ар жағындағы қорқынышты, оның ішіндегі ер адамдар арасындағы физикалық жағындық туралы әңгімелейді. Бұл әрине ақылды риэлтордың да басынан өтетін болады. Такие, как ты, легкая цель. Алаяқ өзін түрмедегі көңілсіз өмірден қорғай алу үшін байкер оған бандаға қосылуды ұсынады. Бірақ Стэннің танымал топтардың ешқайсысымен ортақ мүдделері жоқ екені белгілі болды. Және ол үшін қылмыскердің бейнесін жасай алатын татуировкасы керісінше ол үшін тозаққа айналуы мүмкін. Қорқыныш пен мас күйінде Стэн үйіне қайтып келеді. Таңертең өткен күн оған жаман естелік болып көрінді. Дегенмен Сэнди оған шынымен 6 айдан кейін түрмеге түсетінін еске салады. Кішкентай күйзелісті бастан өткергеннен кейін Стэн әлі де өз ойларын жинап, жыламауға және алдағы қорқыныштарға саналы түрде дайындалуға шешім қабылдады. Ер адам шешуші әрекетке көшеді. Алдымен ол білегіндегі сүйкімді татуировкасын жабу және бұтының арасында қорқынышты татуировканы жасау үшін татуировка салонына барады. Бұл оны икемденгісі келетін жігіттердің бетін қайтаратын болады. Фитнесті жақсарту үшін Стэн карате жаттығуларына келеді. Алайда ол оларға немқұрайлы қарайды және мүлдем күш салмайды. Менде тек сары белбеу ғана деп сылтауратып отырады. Тәкаппар шәкірт шебер Чоудан шеберлігін арттыру үшін қарсыласымен жекпе-жек ұйымдастыруды сұрайды. Ұрыс толық сәтсіздікпен аяқталады. Содан кейін ашуланған Стэн тыйым салынған соққыларды қолданып, қарсыласына соққы береді. Бұл мастер Чоудың оны қуып жіберіп, ақырында бірнеше күтті соққымен жауап беруіне әкеліп соқты. Аузында темекісі бар бейтаныс жігіт шет жақтан бүкіл көріністі бақылап отырды. Қарт Стэнді мазақ етеді. Сонымен бірге өзінің не істей алатынын да көрсетті. Оның соққысының күшіне таңданған Стэн шеберді үйіне әкеледі және әйеліне оның түрмеге баратын мерзімі аяқталғанға дейін осы қартпен жаттығатынын хабарлайды. Келесі күні таңертең Стэн мен Сэнди әлі де төсекте жатқанда, маңдайынан қан тамған кезде ғана кейіпкер оянады. Қарт төсекке таңғы асқа жаңа піскен шикі бауырдың бір бөлігін әкеліп берген екен.
Таңғы астан кейін шебер батырды күні бойы бокс маникюрімен жаттығуға мәжбүр етеді. Әйелі тәлімгер көрсеткен түскі асын әзірлеп жатады. Ол балық жамыртқасынан, оның майынан, ірі қара безінен және тілден тұрды. Болашақ тұтқын үшін келесі ауыр сынақ қамқор жұбайы алдын алуға тырысқан, жанып тұрған таяқпен ұрып соғу болды. Алайда бір ойлы Стэн әйеліне араласпауды сұрайды. Басқа күні ер адам емізіктерді нығайтудың ауыр процедурасына төтеп беруі керек. Бұл кең таралған тәсілдерге және бұрғылауға қарсы тұруға көмектеседі. Стэн түрмеде физикалық жақындықты болдырмау үшін тәлімгерінің барлық нұсқауларын бұлжытпай орындайды. Ал Синди өзін өте жалғыз сезінеді және түскі ас кезінде күйеуінің назарының жоқтығы туралы айтады. Бұған жауап ретінде Стэн түн ортасында әйелін оятып, үйлеріне қылмыскер басып кіріп, онымен түрлі ұятсыздықтар жасамақшы деп үрейлене айқайлайды. Қатты қорқып кеткен Синди күйеуіне көз жасын төгіп, ең сорақысына дайындалады. Содан кейін Стэн кенеттен оған Синди өзінің сенімдері мен алдағы түрмедегі қорқынышын түсіну үшін ұйымдастырған ойын екенін айтты. Мұндай ақымақтыққа ашуланған қыз асығыс киімін ауыстыратын бөлмеге кіріп, заттарын чемоданға жинап, көлікке барар жолда барлық жиналған шағымдарын айтып, ажырасуды талап етіп, Синди көзден ғайып болады. Мастер мен Стэн жауынгерлік жаттығуларын жалғастырады және тәлімгер Стэнге өлім саусағы деп аталатын күшті әдісті үйрететін күн келеді. Батыр өзінің жеңілмейтін қаруымен ортаңғы саусақты таңдайды. Содан кейін шебер оған ағаш тақтайшаны тесіп өтетін соққыны көрсетеді. Және шәкіртін де осылай істеуге шақырады. Табысқа сенімді болған Стэн бар күшімен қорықпай соққы береді. Байқұс жігіттің саусағын орнына қойып, шебер Стэнді темірді көтеруге, жұдырығымен кірпішті қағуға, жерде қадалып тұрған өткір жүздердің үстінде отырып тұруға мәжбүрлеп, қарқынды жаттығуларын жалғастырады. Сондай-ақ кунг-фу техникасында үйретеді. Ер адамның қиын жаттығулар мен сынақтардан өткені күн сайын жақсара түседі. Енді ол тек ұрып соғудан зардап шекпейді, тіпті шеберге де соққы бере алатын болды. Осы ауыр жұмыстың соңында Стэн өлім саусағының аңызға айналған соққысында үйренді. Кешке мейрамханада Лью Поппермен бірге жұп Стэннің таңғажайып дайындалуының аяқталуын тойлады. Бірақ шебер кенеттен кейіпкердің тек екінші ең жақсы шәкірті екенін мәлімдейді. Ал бірінші ең жақсы оқушысы алған күштері мен білімін пайдаланып, зұлымдық жағына өткенін айтады. Келесі күні енді ешкімнен қорықпайтын Стэн, мастер және Лью Поппердің қоштасуымен түрмеге аттанады. Алаяқ автобуста басқа тұтқындармен бірге жүріп келеді. Ол олардың біріне дереу тойтарыс береді және тексеру кезінде тіпті күзетшілер де қорқатын қорқынышты татуировкасын көрсетеді. Как будто чужой смотрит прямо в душу. Стэн Ларри есімді тұтқынмен бірге камераға орналастырылды. Камерадағылар тез ортақ тіл табады, ал Ларри кейіпкерге түрме бандаларын көрсететін адам болды. Олардың арасында тіпті оқымыстылар да болды. Серіктестің көмегімен Стэн физикалық жақындықты мәжбүрлейтін басты адамды көрсетті. Бұл жаңа құрбанды ұзын шашты сүйкімді жігітті ұстап алған үлкен жігіт Реймонд болып шықты. Саусақпен немесе басқа нәрсемен қол тигізбейтін бұл қылмыскердің мәртебесін қамтамасыз ету үшін Стэн қорықпай қорқынышты бұзақымен жанжалдасып қалады. Реймонд өзінің бақытсыздығына арандатылып, барлық тұтқындардың көзінше ұятқа қалады. Осыдан кейін Стэн барлық шабуылдаушыларды қуана жыға бастады. Алғашқы күні ақ кейіпкер өзінің сөзсіз көшбасшы мәртебесін сенімді түрде бекітіп, Большой Стэн лақап атын алды. Минтонды түрме бастығы Фрэнсис Грейко шақырады. Күтпеген жерден ол тұтқынға оның ықыласына ие болу үшін темекі мен коньяк ұсынады. Стэн бұл түрмеге бір себеппен түскен екен. Бастық кәсіби риэлторды алуға күш салды. Грейко жасырын жоспарды жүзеге асыруға тырысады. Ол түрме орнында жеке инвесторлармен бірге элиталық үйлер тұрғызбақ. Стэннің жылжымайтын мүлікпен мәмілені жасауға қатысуы үшін Грейко түрмеден құтылған соң бастық оған мерзімнен бұрын босатылуын ұсынады. Алаяқ бұл шарттармен бірден келіседі.
Стэн күзетшінің жобасымен және жылжымайтын мүлік құжаттарымен айналысады. Грего оны серіктесі Динго мырзамен таныстырады. Ол түрме кеңсесінің мүшесі және жеке инвесторлардың бірі болып табылады. Қарапайым көрінетін адам шын мәнінде вьетнамдық мафияның мүшесі екенін саусақтарындағы татуировкасы дәлелдейді. Кейіпкер құжаттарды мұқият зерттеп жатқанда, Грего мен Динго ашулы тұтқындардың аяусыз төбелес ұйымдастырып жатқанын терезеден бақылап отырады. Дай мне еще несколько недель, они будут совсем готовы. Кешке қарай Стэн камерасында Синдиге ашық хат жазады. Онда ер адам өзінің сүйіспеншілігін мойындайды. Хатты оқып қыздың көзіне жас келеді. Алайда оны шебер жұбатады. Ол оның қасында халатпен тұрып, қыздың ақырын иығынан ұстайды. Грего мен Динго мырзаның тұтқындар арасында құрып жою және пышақтау қажеттілігі туралы оғаш әңгімесі Стэннің назарынан тыс қалмайды, және ол өзінің беделін пайдалана отырып, тұтқындар арасында жаңа тәртіп орнатуды шешеді. Жалпы жиналыста Большой Стэн кез келген озбырлық және қудалауды толығымен болдырмайтын ережелерді жариялайды. Ал ірі алыптар оның бұйрықтарын мойынсұнушылықпен қабылдайды. Сол күні камерадағы Ларри Стэнге Синдидан оның кездесуге келетіні туралы хатын береді. Және шабыттанған адам көптен күткен кездесуге дейін күндерді санай бастайды. Осы уақытта тұтқындар арасында өзара түсіністік пен мейірімділік атмосферасы орнайды. Тіпті бір кездері ең қатал қарсыластар да татуласты. Стэн мен Синдидің көптен күткен кездесуі отбасылық танысу бөлмесінде өтті. Осы уақытта түрме губернаторы Грего өз кеңсесінен ауладағы тату-тәтті тұтқындарды ашулы түрде бақылайды. Да это не тюрьма, а просто детский сад какой-то. Это Минтон. Ол түрме сату жоспары толығымен бұзатын жаңа бұйрықтарға ашуланды. Грего күзетшілерге Синдимен бірге жатқан Минтонды дереу әкелуді бұйырады. Ер адам әйелінің сағынышына таңданады, ал қыз кенеттен оның жаңа тәсілдерін үйреткен шебері екенін айтты. Бұл жаңалыққа таң қалған Стэн әйелі көзіне шөп салып жүр деп күдіктеніп, оны күзетші алып кетпей тұрып, ол қарттың көзін жоюға уәде береді. Большой Стэнді кеңсесінде жағымсыз әңгіме күтіп тұр. Бастық оған жоспарын анық түсіндіреді. Бір аптадан кейін басқарма тексеру үшін түрмеге келеді, және олардың қатысуы кезінде тұтқындардың қарулы шайқас орын алады. Соның салдарынан күзетшілер қылмыскерлерге оқ атуға мәжбүр болады. Бұл көтеріліс кеңес мүшелерін қорқытады, және олар түрмені вьетнамдық отбасына сатуды шешеді. Содан кейін Грегоның өзі және осы жерде элиталық үйлер салу жобасына қатысқандардың барлығы бақытты өмір сүреді. Фрэнсис Стэнге, егер ол орнатқан жаңа келісімдер арамза жоспарды жүзеге асыруға кедергі келтіретін болса, онда Стэн Динго мырзамен кездесу өткізетінін түсіндірді. Ал егер бәрі ойдағыдай болса, тұтқын мерзімінен бұрын босатылады. Синдиді жоғалтуы мүмкін деген қорқынышты түстен оянып, Стэн күзетшіге бастыққа келісімге келіскенін айтуды сұрайды. Сол күні Большой Стэн өз ережелерін тоқтатады, және түрмеде қайтадан хаос орнайды. Түрмеде инспекциясы бар директорлар кеңсесі пайда болады. Ақылды Грего Стэн Минтонды бүгін мерзімінен бұрын босату комиссиясына баратын үлгілі тұтқын ретінде басқарма мүшесіне ұсынады. Оны дереу күзетші алып кетеді. Осы уақытта тұтқындар аулаға босатылып, олардың әр қайсысына кіреберісте жасырылған қару беріледі. Сонымен бірге комиссия Стэнді түрмеден дереу босату туралы шешім қабылдайды. Алайда оның санасында жаңа достары туралы жақсы естеліктер жарқырайды. Олар көп ұзамай Грегоның арамза жоспарының құрбаны болуы мүмкін. Стэн өзінің бақытты өмірі үшін жолдастарына опасыздық жасай алмайтынын түсінеді. Содан кейін ол өзінің ерте босатуын әдейі бұзып, комиссияға қорқынышты жағымсыз нәрселерді айтып, оны қайтадан камераға тастайды. Қайтар жолда Стэнді мастер мен Синди күтеді. Әйелінің опасыздық жасауына байланысты ол дұшпандық танытады. Дегенмен дана тәлімгер оған өз шешімдерінің қателігін түсінуге мүмкіндік береді. Пристрастие к сигаретам сделало меня импотентом. Бұл жаңалықтан шабыттанған Стэн достарын құтқаруға барады, және тікелей бастықтың кеңсесіне кіреді. Алайда Грегоның орнына мистер Динго оны күтіп тұрды.
Ол кенеттен белгілі болғандай ұстаздың бірінші шәкірті болған екен. Динго Стэнді аяусыз ұрып-соғып жатқанда, ауладағы тұтқындар арасындағы жағдай қызып, азап шегу басталады. Көңілі көтерілген Фрэнсис комиссия мүшелеріне шампан құйып, аяусыз шайқасты көруге дайындалуда. У них это что, оружие? Қарулы және агрессивті түрде ұсталған тұтқындар тәртіпсіздік ұйымдастыру үшін ауланың ортасына жиналады. Бандылар маңдай терін соқтығысып, бір-біріне ұрып соғуға дайындалуда. Грего күзетшіге атуға дайындалуға бұйрық береді. Бұл кезде Большой Стэн өлім саусағының техникасының көмегімен Дингоны өлтіреді. Ол жақында болатын қақтығысты тоқтату үшін аулаға асығады. Бірақ Стэн көшеде болған кезде және жауыз Грего өлтіру үшін оқ атуды бұйырғанда, музыка әуенімен достас қылмыскерлер кенеттен төбелестің орнына жалынды би билей бастайды. Бұл түрме кеңсесінің мүшелерін қуантады. Бастықтың арамза жоспары құлдырауға ұшты. 3 жылдан кейін уақытын адал атқарған Стэн жаңа достарымен қоштасып босатылды. Онда Синди, Мастер және кіші Минди оны күтіп тұрды. Осымен фильм аяқталды, достар. Сіздермен болған кино шолу арнасы келесіде кездескенше.